Дер кезінде қоныс аудармаған калачиліктер мемлекет ұсынған баспаналардан қағылуы мүмкін. Өңір басшысы ауыл тұрғындарына соңғы ескерту айтып, 1 қыркүйекке дейін уақыт берді. Белгісіз дерт жайлаған елді мекен халқын көшіру үшін қазынадан 2 миллиард теңге бөлініп, аудан орталығынан бірнеше көп қабатта үй салынған еді. Бірақ онда көшуге құлық танытпай отырғандар да бар. Мәселеге өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлы үңіліп көрді. Калачиде қалған отбасылар қазір бейғам өмір сүруде. Шумелендер отбасы бұл жерде 40 жылдан астам уақыт тұрып келеді. Татьянаның сөзіне сенсек, ол аудан орталығынан берілетін баспананың сапасына күмәні бар. Одан қалды жаңа жерде жұмыссыз қалам дейді. Ауылдан көшкісі келмейтіндердің уайымы осындай. Вот мне именно моей семье предложили Біздің отбасыға Есілдегі жаңа үйдің 3-ші қабатынан 2 бөлмелі пәтер ұсынды. Ол маған ұнамайды. Жатын бөлмесі өте тар, құрылыс сапасы да сын көтермейді. Есік терезелері әрең тұр. Ол пәтерге көшсең, қайтадан күрделі жөндеу жасау қажет болады. Сосын жұмыс табылмайды екен. Бірақ осының бәріне көз жұмып, өздерімен балаларының болашағы үшін тәуекел етіп ауылдан көшіп кеткендер көп. Солардың бірі Анфаровичтер отбасы Калачиден қол саударғандарына қазір қуанып жүр. Воды не было. Калачиде судан қиындық көрдік. Қысқы отын көміріңді дайындап алуда оңай шаруа емес. Одан қалды жолдасымда науқас. Ал осында сәуір айында көшіп келдік. Жанның рахаты. Тұрғындарды алаңдататын ең басты мәселе пәтерлердің жекеге берілмеуі екен. Ал мұның мән-жайын жергілікті мамандардан сұрағанымызда, олар дәл қазір бұл баспаналарды жекеменшікке беруге заң рұқсат етпейтінін айтады. Вопрос о передаче этих квартир, в частности. Бұл пәтерлерді тұрғындардың меншігіне беру мәселесі қазір облыс басшылары мен республикадағы құзырлы орган мамандарының бақылауында тұр. Алдағы уақытта бұл проблема оң шешіледі деп үміттенеміз. Себебі бұл жердегі жағдай басқа. Олар өз үйлерін тастап көшіп келуде. Сондықтан билік мұны жай қалдырмайды. Мы приняли решение, что до 1 сентября. Егер 1 қыркүйекке дейін қалған отбасылар ауылдан қоныс аудармаса, яғни біз ұсынып отырған пәтерлерге орналаспаса, олар бұл мүмкіндіктен біржолата айырылады. Осы нәрсе Калачиде қалған тұрғындарға ескертілді. Олар көшпейтін болса, ол пәтерлерді жетімдер мен кезекте тұрғандарға береміз. Осылайша облыс әкімі Калачиде қалған отбасыларға соңғы рет мүмкіндік беріп отыр. Ендігі таңдау тұрғындарда. Алайда аймақ басшысы ауылда қанша адам қалса да, ондағы әлеуметтік нысандар жұмыс істей беретінін айтады. Яғни халық қандай жағдай болмасын далада қалмайды. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан.